Отандық танымал актриса Нұргүл Мыңғатова желіде өзін құтырып кетті деп сынға алғандарға жауап берді. Өнер иесі халықтан өзін қалай бар солай қабылдауын сұрады. Нұргүл Мыңғатова өмірде жасандылық атаулысынан жек көретінін жасырмады. Сол себепті актриса өзін барынша шынайы ұстауға тырысатынын айтты. Мен өзімді шынайы етіп көрсетемін. Қалай бар солай. Тойға барсам билеп, көңіл көтеріп қайтамын. Өзімнің тойым болса тіптен бидің түбін түсіремін. Желіде бөлек, өмірде бөлек көрінбеймін. Мысалы, мына суреттер кинодағы образым, өмірде олай жүрмеймін ғой. Бұл тек менің жұмысым. Демек, өмірде роль сомдамаймын. Бір тойда абысынтай екеуміз қуып билей қалып едік. Халық не бір нәрсе жазды ғой. Балқия құтырған, байып алып секеңдеп жүр. Жандарым-ау, мойнымда несием бар. Мен де секіріп билегім келеді ғой. Сонда мен өзіміздің тойда да актриса болып ешкіммен араласпай отыруым керек па? Табиғатым сол, арам ойым жоқ. Жан-жағымды ойламай демаламын. Бірақ өкінішке орай соны қолданып түсіріп, басқаша салып қоятын жандар өмір бумеранг. Қысқасы сол. Қатыгез болмаңыздаршы. Мен сіздерге не жамандық жасадым? Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.